Сәлем, құрметті оқырман. Бұл ертегі саған арналған. Егер саған ұнаса, арнаға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Ер толағай және мейірімді дала. Ертеде ер жүрек жігіт, ер толағай деген батыр өмір сүріпті. Ол кішкентайынан ерекше мейірімді, әрі қайсар болып өскен. Ауылындағы адамдар қиындыққа тап болса, бірден көмектесуге асығатын. Бір күні ел арасында бір қара боран шығып, егін мен жайылымды қуратып, суды құрғатып жіберіпті. Халық аштық пен шөлге тап болып, әлсірей бастапты. Бұл жағдайды естіген толағай батыр ұзақ сапарға аттанады, мейірімді даланы табу үшін. Аңыз бойынша, сол даланың топырағына бір дән тастасаң, сол күні-ақ өсіп шығады екен. Жолда толағай көптеген сынақтардан өтеді. Жалмауыз кемпірдің сиқырына қарсы тұрады. Жалғыз көзді дәумен күреседі. Тіпті суы тартылып қалған өзеннің жүрегіне дейін барып, оның көз жасы. Ақырында батыр мейірімді даланы табады. Бірақ ол жерге кірер есік адамның тек таза жүрегімен ғана ашылатын екен. Толағай бүкіл сапарында мейірім, сабыр мен адалдық танытқаны үшін есік ашылып, ол даладан тіршілік дәнін алып, ауылына оралады. Толағайдың арқасында ел қайта гүлденіп, егін шықты, су қайтты, адамдар қуанышқа бөленді. Ал батырдың аты аңызға айналып, оны ұрпақтан ұрпаққа ерлік пен мейірімділіктің үлгісі ретінде айтып отырады. Құрметті оқырман, осы ертегіден не түйдің? Егер ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше ертегілер әлемінде аман бол.